Senin kitabın değil, böyle zaman kızlar. Biz ағылшында отырмыз. Не, екінші семестрдің бірінші блогы. Қой? Түсірмедік біз. Ей, салайық та. Өтірік болсын. Салайық. Саған жіберейін. Памятім көтермейді ғой. Ютубтан салайық. Не айтасыз бүгінге? Бүгін часовой пояс ауысқан. Бәрі кешігіп келді. Короче, мен біріне прикол көрем. Бір әйел, екі туады. Біреусі 23:58 кеткенде туады да. И ана уақыт өткеннен кейін 23:00 сол көзі туады ғой. Екіншісі мәдін. Қалай болды сонда ол? Сол адамдарда сондай не болды ғой. Мысалға, адам сағат 12-де туылатын болса, короче, 12-де туылған болса, артқа қарай ауысып кетеді ғой. Сонда ол қай күнге жатады? 1-не жатады ма, 29-на жатады ма деген. Сол, мама. Точно бірақ күнге түсіп қалады да, шаңқай қарасаң. Кірбісе жылы деп айталар. Кірбісе жылы. Сол, мама айтады да, сонда прикол айтып еді, туатын әлдер 29-дан тумайын, біріне туып қалайын деп 12 кірген кезде бір сәт ауыстырып жесе сол 29-да кіріп кетеді дейді ғой мама соны айтады. Бірақ ана бір күнге ауыстырып жесе болады шығар? Болмай ма? Негіз болады. 29 туылғанда негізі 28-і бірі төлейді ғой. Мен бүгін Бердібек деген сыныптасым туған күн екен. Есіме түсіп кетті. Бердібек туған күн. Бүгін менің атам туған күн еді деп қоясың. Сәлем жолдаймыз деп айтады ғой. Телевизорда жеп бүгін менің туысқаным. Бүгін достар алғыс айту күні. Алғыс білдіреміз. Бірге болғандарыңызға. Алғыс әкеге. Алғыс жас пен кәріге. Қарақат. Рахмет саған сенің барыңа. Мен жанымда жүрген. Қалай боласың? Рахмет сіздерге. Вот. Мистер Чингиз. Мен барып келші. Не айтасыз? Нереально. Жизнь, боль. Жизнь, боль. Денег 0.